Кітап адамзат баласының баға жетпес асыл құндылығы. Білім мен мәдениеттің биік белестеріне жетелейтін тәрбие құралы. Абай атамыз айтқандай, танымның бар тамашасы кітапта. Оған қол жеткізу үшін кітап оқудан жалықпа деп насихаттайды. Адамгершілік құндылықтар жүйесін қалыптастырудың бір жолы кітап оқу. Оқушылар мен ата-аналардың кітап оқуға деген қызығушылықтарын арттыру, кітап мәртебесін арттыру мақсатында оқуға құштар мектеп жобасын іске асырып отырмыз. Апа, маған ертегі оқып беріңізші. Қандай ертегі оқып берейін жаным? Ұртоқпақ ертегісі. Ол қазақ ертегілерінің ішіндегі бірегей ертегі. Ұртоқпақ ертегісі мен саған оқып берейін. Сен жақсылап тыңда. Содан кейін маған әңгімелеп бересің. Бұрынғы өткен заманда бір шал мен кемпір болыпты. Шал мен кемпір кедей екен. Тұзақ құрып күнін көріпті. Бір күні шал тұзағын келіп қараса, оған бір қаз түсіп қалыпты. Шал қазды тұзақтан босатып алып бауыздайын десе, қаз шалға: «Сен мені босат, менен не сұрасаң соны бір жылдан кейін ал» дейді. Шал бұл ұсынысты мақұл көріп, қазды босатып қоя береді. Үйіне келіп болған жайды айтса, кемпірі шалға ұрсады. Бір жыл өтеді, шал қазға бармақшы болады. Жүре бір жерге келсе, өңкей түйе жайылып жүр екен. Түйешіге келіп: «Бұл кімнің түйесі?» десе, «Бұл қазбай». Шымшық пен көртышқан. Алыстағы жылы жақтан кішкентай шымшық үйшігіне оралды. Ол көзге көріне бермейтін кішкентай ғана сұр құс. Жазда біздің жақта ұя салып балапандарын өргізеді де, қыста Африкаға ұшып кетеді. Шымшыққа ұшу да оңай емес. Оның қанаты кішкентай ғана. Оның үстіне бір күн ұшса, бір күн жермен жорғалайды. Міне ол үйіне қарай жорғалап келеді. Өзен жағасындағы көгалда қызыл шілік түбіне салған ұясы туралы да ойлады. Кенет ол көртышқанды кездестірді. Іннің аузында отырған көртышқан тұмсығын шығарып: «Сен кімсің, қайда барасың?» деп сұрады. «Мен шымшықпын, алыс жақтан туған жеріме келе жатырмын», деді шымшық. Сонан соң ол көртышқанға өзінің туған өлкесі мен үнемі жылы болып тұратын Африка жері туралы айтты. «Үнемі жылы болып тұратын жақта неге қалмадың?» деп таңданды көртышқан. «Сен жыл сайын неге жол азабын шегесің? Аяқтарың да ойылып жара болыпты. Қаршыға кездессек қалса қайтесің? Неге сонша өзіңді қинайсың? Біреу сені шақырды ма?» «Отаным шақырды», деп жауап берді шымшық. Түлкі мен тырна дос болыпты. Тоқтарен айталай. Бір күні түлкі тырнаны қонаққа шақырыпты. «Маған қонаққа кел, мен дәмді тамақ пісіріп қоямын». Тырна түлкінің үйіне келеді. Түлкі ботқа пісіріп, жайпақ табаққа салып, тырнаның алдына қояды. «Тамақ ал қымбаттым, өзім пісіріп едім». Тырна табақты тұмсығымен шоқып ештеңе жей алмады. Ал түлкі болса ботқаны тілімен жалап тауысады. Бәрін жеп болған түлкі: «Айып етпе, басқа берер тамағым жоқ» дейді. «Осыған да рахмет, енді сен маған қонаққа кел» дейді тырна. Келесі күні түлкі тырнаға қонаққа келеді. Тырна салқын сорпа дайындап құмыраға құйып дастарханға қойыпты. «Же қымбаттым, қысылма» дейді. Түлкі құмыраны ары-бері айналып сорпаны іше алмайды. Құмыраға басы симай қояды. Ал тырна ұзын тұмсығымен тамақты шоқып жей береді. Сөйтіп бәрін де жеп қояды да түлкіге: «Ренжіме, басқа берер тамағым жоқ» дейді. Осылай бір аптаға тойып қайтам деген түлкі үйіне аш оралыпты. «Ал балам, саған байлық пен ақыл туралы ертегі айтып берейін, сен мұқият тыңда, жарай ма?» Жарай. Ертеде бір шал төртуылын шақырып былай депті: «Кімнің ақылы мен байлығы сай болса, сол мұрагерім болады. Маған
Байлықтарың мен ақылдықтарды көрсетіңдер, депті. Үлкен ұлы асыл тастар жүзік салған қолын көрсетіп, міне менің байлығым, кім бай болса сол ақылды, депті. Екінші ұлы асыл киімдерін киіп келіп, мына киімді көргендер ақылым мен байлығымның алдында басы еді, дейді. Үшінші ұлы асыл тастарын әшекейлерін беліне буынып, мұндай белдік ешкім де буынып көрген жоқ, дейді. Әкесі үлкен балаларына қарап, басын шайқайды. Ең кіші ұлына қарап, сен қандай байлығыңмен мақтанасың, дейді. Сонда кенжесі, менде тек еңбек сүйгіш екі қолым, қайрат жігерге толы жүрегім бар, депті. Шал кенже ұлының жауабын айтты. Ол өзінің мұрагері болады деп кенже ұлын атапты. Мен саған алтын мүйізді киік туралы ертегі оқып берейін. Ертеде Бұлдыр мерген деген атақты аңшы болыпты. Өзі мерген, әрі қарулы, ақылды, ержүрек адам екен. Бір күні ол аңға шығады. Орманды, тауды аралайды. Шаршаған соң бір ағаштың көлеңкесіне келіп дем алады. Бұлдыр мерген қарсы алдында ағып жатқан бұлаққа қарап отырады. Сөйтсе байқамапты. Бұлақтың арғы жағасында үлкен жартастың түбінде бір киік жайылып жүр екен. Екі мүйізі күнге шағылысып жарқырайды. Тіпті көз қаратпайды. Бұлдыр мерген өз көзіне өзі сенбей таңдана қарады. Шын киік, екі мүйізі қарағайдай, алтыннан екен. Ол киікті атып алмақ болып, садағын кезейді. Сонда алтын мүйізді киік тіл бітіп, сабыр ет мерген, деп Бұлдыр мергенді тоқтатады. Аңшы оның жанына келеді. Ол аң аулап жүріп, бұрын сонды мұндай ғажапты көрмеген екен, қатты таңғалады. Алтын мүйізді киік әп сәтте алтын мүйізді ақсақалды шалға айналады. Үстінде, ал балам, бүгін мен саған ертегі оқып берейін. Сен соны асықпай тыңдап, маған түсінгенді мазмұндап айтып бересің, жарайды ма? Мен бүгін саған Ыбырай Алтынсарин атаңның әке мен бала ертегісін оқып беремін. Бір адам 10 жасар баласын ертіп, егіннен жаяу қайтып келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп баласын айтты. Ана тағаны балам ала жүр, деді. Бала әкесіне, сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын, деді. Әкесі үндемеді. Тағаны өз иіліп алды да жүре берді. Қаланың шетінде темірші ұсталар бар еді. Соған жеткен соң әкесі қайырылып, жаңағы тағаны соларға 3 тиынға сатты. Одан біраз жер өткен соң шие сатып отырғандардан ол 3 тиынға бірталай шие сатып алды. Сонымен шиені орамалына түйіп, четінен өзі бірлеп алып жеп, баласына қарамай аяңдап жүре берді. Біраз жер өткен соң әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан балада тым қызғанып келеді екен. Жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып, аузына салды. Шамалы жүрген соң және бір шие, одан біраз өткен соң және бір шие. Сонымен әр жерде бір әкесінің қолынан түскен шиені 10 шақты рет иіліп, жерден алып жеді. Ең соңында әкесі тоқтап тұрып, баласына шиені орамалмен беріп тұрып айтты. Көрдің бе, жаңағы тағаны жамасынып, жерден бір ғана иіліп көтеріп алуға еріндің. Енді сол тағаға алған шиені жерге түскенін аламын деп, бір еңкеюдің орнына 10 еңкейдің. Бұдан бұлай есіңде болсын. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете білмесең, көптен құр қаласың, деді. Мен Жәнібек немереме әліппе бетінде жазылған құмырсқа мен елік атты ықшамдап жазылған ертегіні оқып берейін. Құмырсқа мен елік дос болған екен.
Хайуандар құмырсқамен дос болып деп налиды. Бір күні ерік су ішіп тұрады. Құмырсқаны су ағызып келе жатады. Оны көрген елік шөп аузып тістеп құмырсқаны құтқарып алып қалады. Құмырсқа бұл жақсылығын қайтып қайтарсам екен деп ойланады. Бірде құмырсқа аңшының ерікке таяп қалғанын көреді. Содан ол аңшының балтырын шағып алады. Аңшы еңкейіп балтырын сипайды. Сол кезде қолындағы мылтық жерге түсіп кетеді. Ағаш шыбдыр ете қалады. Ерік зытып жөнеледі. Сөйтіп құмырсқа досының жақсылығын қайтарған екен дейді.